балалардың қырылысуы бұл әлемдегі ең әдемі жақсы көрініс қой негізінде. Өйткені бала өзінің менін бір бауырлар арқылы қалыптастырады. Байқайсыңдар ма, мысалға, балалар сыртта сүмелек, ынжықта, үйге келгенде құтырап, батыр болып кетеді. Неге? Өйткені ол өзінің менін үйіндегі жақынымен қалыптастырады. Ол сырттағы адамдармен ешкім ешқашан өзін қалыптастырмайды. Сондықтан бұл жерде ата-анаға түсіп тұратын міндет балалардың өзінің менін қалыптастыруға рұқсат беру керек. Бірақ қырылысып, жойылып атса, жаңағы бір-бірінің басын жарып атса, ештеңе жасау емес. Ол сол жармай-ақта қырылысудың несін түйін қылып әкеліп отыруға болады. Мысалы, сен мынаған қырылдың ғой, дұрыс сенікі, ананікі де дұрыс. Ендігі жол былай істеңдер, молодец, сені де қолдаймын деген сияқты ата-ана бір мезгіл оларға не жасап отыру керек? Талдау жасап отыру керек та. Егер де ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас болатын болса, егер де ата-ана өзін олардың ата-ана екендігіне сезімі болатын болса, олар балалар қырылса береді деп шағымданатын ата-ана ол жерде ол ата-ана рөлін ұстап тұрған жоқ, ол Құдай рөлін ұстап тұрды. Неге олар мен ойымдағыдай тәртіпті бала емес деп олар контрольда ұстағысы келеді? Сол үшін сол проблема туындады. Шынайы ата-ана рөлінде болса, ол контрольда ұстамайды. Олардың жақсы тұлға болып қалыптасуын, өздерінің еркі, өздерінің қалауы бар екенін біледі ол ата-ана. Сондықтан балаларыңыздың ұрсып керіскенін жақсылыққа балаңыздарда осыны әрдайым өздеріңіз бетіп орын-орнына келтіріп реттеп отырыңыздар.